Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Менің аты жөнім Абдраманова Гүлжамал Жусеповна. Бүгін экономика негіздері және кәсіпкерлік дағдылары пәні бойынша дәрісімізді бастаймыз. Дәрісіміздің тақырыбы жаңа кәсіпорынды ұйымдастыру және дамыту. Дәрісіміздің жоспары: жаңа кәсіпорынды құрудың тәртібі. Екінші сұрақ: кәсіпорындардың мемлекеттік тіркелуінің мәні және мақсаттары туралы қарастыратын боламыз. Дәрісіміздің мақсаты: жаңа кәсіпорын құрудың негізгі мәселесі, оның бастапқы шығуы, маңыздылығы, өз ісін ұйымдастырудың алдын ала табысты болуына кепілдеме беретін әдістері, үшіншіден кәсіпкерлікпен шұғылданудың негізгі формалары туралы түсінік беру. Жалпы жаңа кәсіпорын құрудың негізгі қиындығы оның бастапқы құрылымында болады. Жаңа кәсіпорынды ұйымдастыру әрекетінің 2/3 алғашқы кезеңде сәтсіздікке ұшырап жатады. Неге? Себебі материалдық, қаржылық, интеллектуалдық, потенциалдың жоқтығы себебінен. Сонымен бірге қарапайым нәрселерді, өз ісін ұйымдастырудың ережелерін білмеудің, алдын ала дұрыс жоспарламаудың себебінен көптеген кәсіпорындар басталмай жатып өзінің ісін тоқтатуға мәжбүр болады. Сондықтан кәсіпкер айналысы келетін бизнестің түрі мен сферасын алдын ала анықтап алуы, зерттеп алуы керек. Кәсіпкерлікпен заңды тұлға арқылы және заңды тұлға құрмай-ақ жеке басты кәсіпкерлік арқылы айналысуға болады. Заңды тұлға құру арқылы кәсіпкерлікпен шұғылданудың негізгі формалары ол шаруашылық серіктестіктер және өндірістік кооперативтер. Шаруашылық серіктестікті талдайтын болсақ, ол акционерлік қоғамдар, толық серіктестік, коменданттік серіктестік және қосымша жауапкершілігі бар серіктестік. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер болып бөлінеді. Заңды тұлғалардың іс-әрекеті Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі мен Қазақстан Республикасы Президентінің шаруашылық серіктестіктер туралы, өндірістік кооперативтер туралы, акционерлік қоғамдар туралы және тағы да басқа жарлықтарымен реттеліп отырады. Жаңа кәсіпорын құрудың тәртібі 5 кезеңнен өтеді. Бірінші кезеңде құрылтайшылар құрамын анықтау және құрылтай құжаттарын дайындау. Бұл жерде ескерте кететін жағдай, құрылтай құжаттарына құрылтай келісім шарты және жарғы жататындығын білу керек. Егер кәсіпкер заңды тұлғаны, құрылтайшыларды қатыстырусыз құратын болса, құрылтай келісім шартының қажеті болмайды. Құрылтай келісім шарты келесі мәліметтерді қамтиды. Біріншіден, серіктестікті құру туралы келісім шешім, оның фирмалық атауы және мекен-жайы. Серіктестік құрылтайшыларының тізімі, олардың атаулары, мекен-жайлары және банктік реквизиттері. Серіктестікті ұйымдастырудың тәртібі, серіктестіктің жарғылық қорының көлемі және оны қалыптастыру. Серіктестік мүлкіндегі құрылтайшының үлесін анықтау, серіктестік мүшелерінің үлестерінің бір-біріне өтуінің тәртібі, серіктестік жарғысын бекіту, акционерлік қоғам үшін акциялардың саны, көлемі және орналастыру мен ақысын төлеудің тәртібі туралы мәліметтер қажет. Құрылтай келісім шарты коммерциялық құпия болып табылатын құжаттар құрамына жатады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке құрылтай келісім шартын дайындаудың қажеті жоқ. Серіктестік жарғысы серіктестіктің заңды тұлға ретіндегі құқықтық статусын анықтайтын құжат болып табылады. Ол қамтитын ережелерге жататындар: біріншіден, шаруашылық серіктестіктің типі, түрі, фирмалық аталуы, мекен-жайы, мүшелерінің тізімі, жарғылық қорының көлемі туралы мағлұматтар, іс әрекетінің заты және мақсаттары, серіктестік органдарының құрылуының тәртібі және компетенциясы, қайта құрудың және іс-әрекеті тоқтатудың шарттары жатады. Аталған құжаттар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және басқа да нормативтік заңдылық актілеріне сәйкес жасалынады. Дайын болған құжаттар құрылтайшылар жиналысында бекітіледі.
Кәсіпорынды тіркеу, заңды тұлғаны тіркелу үшін алдымен Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің бекіткен формасы бойынша жазылған тіркеу туралы арыз және қазақ, орыс тілдерінде дайындалған құрылтай құжаттары және заңды тұлғалар мен мемлекеттік тіркелу үшін төлем ақы аударғандығы туралы құжаттарды дайындау қажет болады. Жарғылық қорды қалыптастыру. Кәсіпорынның жарғылық қоры мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 жылдың ішінде толық қалыптасуы қажет. Бірақ тіркелу мерзімінде оның белгілі бір бөлігі жинақталуы міндетті. Төртіншіден, статистикалық карточканы дайындау және заңды тұлға жөніндегі мәліметтерді беру. Мемлекеттік статистика органдары мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің негізінде заңды тұлға туралы мәліметтерді заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік статистикалық регистріне енгізіп, кәсіпорынға унификацияланған идентификациялық және басқа да жүйелі есептік кодтар мен статистикалық карточканы беруі қажет. Бесіншіден, банктік есеп шот ашылады. Ол үшін заңды тұлғаның келесі құжаттары болуға тиіс. Есеп шот ашуға алдымен арыз жазылады, нотариуспен куәландырылған құрылтай құжаттарының көшірмелері беріледі, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу туралы куәлігі алынады, қойылған қолдары мен басылған мөрдің үлгілерін көрсететін құжаттар жасалынады, салықтық есепке алынғандығына көрсететін құжат міндетті түрде болу керек, сосын штаттық кестеден көшірме беріледі. Кәсіпкер жеке басты кәсіпкерлікпен айналысатын жағдайда лицензияның бар болуын талап ететін іс-әрекет түрлері бар. Олар Қазақстан Республикасы президентінің лицензиялау туралы жарлығында бекітілген. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің салық комитетінің қазіргі кірістер департаментінің жеке басты кәсіпкерлік іс-әрекетпен айналысуға салықтық патенттер беруді реттеу туралы нұсқаулық материалдарында салықтық патенттердің негізінде іске асырылуға тиіс іс-әрекет түрлерінің тізімі бекітіледі. Салықтық патент салық төлеушілердің жеке категориялары үшін жеңілдетілген салықтық тәртіпті бекітетін құжат болып табылады. Азаматтардың патентті алуы олардың кәсіпкерлер ретінде мемлекеттік тіркелуі болып табылады. Кәсіпорындардың мемлекеттік тіркелуінің мәні және мақсаттарына тоқталайық. Осы жерде жалпы ережелерге сәйкес заңды тұлға оның мемлекеттік тіркелуінің мезгілінен бастап құрылған болып саналады. Мемлекеттік тіркеу нені қамтиды? Яғни, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының заңға сәйкестігін тексеруді, мемлекеттік тіркелу туралы құжат беруді, тіркелу нөмірін беруді, заңды тұлғалар туралы мәліметтерді бірыңғай мемлекеттік регистрге енгізуді. Мемлекеттік тіркеусіз заңды тұлға ретінде іс-әрекет жүргізу заңсыз болып табылады. Ал мемлекеттік тіркелусіз жүргізілген іс-әрекеттен түскен табыстар мемлекеттік бюджетке аударылады. Қазақстан Республикасындағы заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы заңдар әрдайым жетілдіріп өзгеріске ұшырап тұрады. Себебі бұл экономикалық қайта құрулар мен құқықтық реформаның дамуына байланысты. Азаматтық құқықтық қатынастар субъектілерінің санының өсуі және іс-әрекет салаларының кеңеюі. Шаруашылық субъектілерінің халықаралық нарыққа шығуы тіркелу заңды тұлғалар туралы бірыңғай ақпарат жүйесін құрудың қажеттілігінде. Заңды тұлғалардың тіркелу үшін алатын төлем ақының мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлімінің маңызды статьясы болып табылуы, яғни өзгерістерге ұшырауға байланысты жан-жақты зерттеліп, қайтадан өзгертіп отырылуы мүмкін. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелуінің қажеттілігін белгілейді және тіркелуші орган ретінде әділет органдарын анықтайды. Әділет органдары тіркелуші орган қызметін 1995 жылдан бастап атқарады. 95 жылдың сәуір айында Қазақстан Республикасы президентінің заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелу туралы жарлығы шықты. Соны орындау барысында Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің органдары мен заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеудің тәртібі туралы ережесін бекітті.
Қазақстан Республикасының территориясындағы заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеуден өткізудің негізі мақсаттары бар. Олар мына төмендегідей: заңды тұлғаның құрылуын, қайта құрылуын және іс әрекетін тоқтатуды куәландыру. Екіншіден, Қазақстан Республикасының территориясында құрылған, қайта құрылған және іс әрекетін тоқтатқан кәсіпорындарды есепке алу және олардың құрылтай құжаттарының заңға сәйкестігін тексеру. Заңды тұлғалардың мемлекеттік регистрін жүргізу, заңды тұлғалар туралы ақпаратты келісімдік шарттар бойынша мүдделі тұлғаларға беру. Қорыта келгенде, мемлекеттік тіркелу арыз беру кезінен бастап 15 күннің ішінде, ал шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін 3 күннің ішінде жасалынуға тиісті. Бұл мерзім тек құжаттар дұрыс толтырылмаған немесе олар толық болмаған жағдайда ғана өзгертілуі мүмкін. Заңды тұлғалардың құрылтай құжаттарының Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкестілігін тексерудің нәтижелері бойынша жаңадан құрылған заңды тұлғаға мемлекеттік тіркелуі туралы куәлік беріледі. Куәлікте тіркеуші органның аталуы, тіркелу нөмірі, тіркеудің коды, уақыты және оны іс-әрекетке жүргізуге құқы және екінші рет тіркелген жағдайда бірінші тіркелу күні көрсетіледі. Осы жағдайлардың барлығын ескеріп, жұмысты басынан дұрыс ұйымдастырылған кезде әр жүйе мақсаты мемлекеттік тіркеудің сақталған ережеге сәйкес сақталған жағдайда ғана мемлекеттік тіркеуден өту мүмкін болады. Сондықтан Қазақстан Республикасының заңды және жеке тұлғаларға кәсіпкерлікпен айналысуға рұқсат етілген кодекстерінде кәсіпкерлер туралы заңдылықтарда барлығын ережені түгел сақтаған жағдайда ғана бұндай келеңсіздіктерден арылуға мүмкін болады. Сонда ғана біздің кәсіпкерлеріміздің өз ісін жалғастыруға ешқандай қиындықтарсыз іс-әрекетін одан әрі жалғастыруына мүмкіндік туады. Сондықтан заңға сәйкес тіркелуді, ережелерді толық сақтауды қадағалау, білу, әрдайым өзгерістерді тексеріп, білімді жетілдіріп отыру маңызды. Дәрісіміздің соңына жеттік. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Төменде сізге бақылау сұрақтары мен әдебиеттер берілген. Солар бойынша толық ақпаратты қарап алсаңыздар болады.